қожайын топ береміз. Үйсіз қалған жануарларды қорғау әр адамның парызы. Осыған орай үйсіз жануарларға көмек атты акциясын ұсынамын. Қамқорсыз, үйсіз қалған жануарларға қол ұшын беретін ауылымыздың тұрғыны ерікті жандардың бірі Фарида апайымыз. Фарида апайдың мейірбан болған соншалықты үйсіз, күйсіз қалған жануарларды бағып қағады. Осындай мейірімділікке екінің бірі қол ұшын бере бермейді. Фарида апай, мына мысықты сізге алып келдік. Қабыл алыңыз. Ой, қандай әдемі мысық. Рахмет қыздар. Мен бұл мысықты атын мына карантин уақытында, осындай уақыт кезінде, қиын кезінде бұны атын карантинка деп қояйын. Өзі сондай әдемі екен. Мына менің осы тауып алған, маған әкеп тастаған иттерінің бірі. Шарма деген итім. Мені, ой, махаббат. Жері ғой. Мынау Сариван деген итім. Ұлдарды сол маған әкеп берген. Менің Томпақ деген итім. Ең дәу, ең қабаған. Осы бәрі маған өсіп, лақтырып тастап кетеді. Осыларды мені бақ өсіріп отырған иттері мені. Тірі жан болғасын қалай тастап кетемін, қимаймын. Өзім бақ өсіріп аламын. Өзім бала кезінен жануарларды жақсы көремін. Ауырып атса өзім емдеп аламын. Қандай денсаулығы болмай жатса емдеп аламын. Енді тамағын 3 мезгіл қадау қазанға қайнатып, өзін қазан қайнатқаны 2-3 күнге жеткет. Сөйтіп тамақтарын пісіріп беріп отырамын. Осындай жануарларға қайырымды болғанын тілеймін. Жанашыр болу керек. Есепсіз жасалған жақсылық әр кез Алладан қайта іздегенде жақсылық жасап жарысайық ағайын.